тану туралы әңгіме айтпаңыз. Балауса ханым, былай ғой, мен сол күні Салтанат мырза ескерттім ғой. Бүгін ағаларым келеді, бүгін солармен кездесем, бір-екі шаруам бар деп. Мен еше өзіңе мен қаяққа баратыны бәрін айттым мен саған сол күні. Жоқ, айтқан жоқсың, қайда баратынды. Шаруаларым бар дедім. Салтанат өйтіп, мына жерде кино ойнамай қойшы, өтініш сенен. Балауса ханым айта. Жоқ, Салтанат, мына жерде шыны керек қой, сен танып, мына жерде айтып отырсың ғой, біз 2 күн болды, мына жерде таныс білісіп жатқан жоқпыз деп. Сен әрине егер нақсап ойын сауық жерде жүретін болсаң, құрбылармен жүретін болсаң, сен қайдан танисың Ринатты? Оданша өзін қыдырғанша сол жерде Ринатпен кездесуің керек еді. Бұл айтып керек емес еді негізі. Мен ойын сауық несіне қыздармен, достарымен жұма күні кешке бардым. Неге ескінен бір ауыз Ринат қайту қиын болды ма сонда? Ринатқа мен мысалы мына жерде бара жатыр деген сияқты. Маған дөрекі сөздер, өте дөрекі сөздер сөйлейді. Бұл жерде даже кешірім сұрап, мен тыңдап алыңыз бірінші. Өте дөрекі сөздер айтады. Осы жерде эфир барысында менімен сөйлеспейді. Эфирдан кейін қоштаспай кетіп қалады. Мен бұндай еркекке бірдеңке айтуым керек деп те ойламаймын. Жоқ, біз Ринатты алдың маусымында танимыз. Негізі сіздің де мінезіңіз баршылық, Салтанат. Сізде де ана жерде бізде де осы отырдық естідік қой, сенде де баршылық Ринат деп айғайлап жүрген, ол да ренжитіндей жөні бар. Негізі бір ауыз ескертуің керек еді. Мен осы жер бара жатырмын деген. Мен сізбен бәрібір келіспеймін, Жәнібек. Қарандаш, не айтыншы? Бекзат тұрасыз, бір минут. Балауса ханым, біз андай романтикаға не істейтін, мен ондай жастан кетіп қалған адамын ғой. Мысалы деймін да, мен андай көптің ортасында көрсеткім келмейді шығар. Оңаша, мысалы кеше шақырып, мысалы өзімнің андай немді білдіргім келді да просто. Мен бүйтіп ортада мен Салтанат көрсете алмаймын. Түсінсің ба? Мен Нұржан сияқты, Бекзат сияқты, Ернар сияқты жас бала емеспін. Түсінсің ба? Иә, енді қара. Бекзат, бір минут тыңдай тұршы. Біз онда жастан кеттік, Балауса ханым. Өзің де жас емессің. Жоқ, мен жаспын. Сен жассың. Мен просто Балауса ханым, мен мынандай ортада көрсете алмайды деймін махаббатымда. Түсінісе аласыздар ма жоқ па? Барлығы жарнамадан кейін